Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Тұран университетінің ең үздік ұстаздары туралы бағдарламамызды бастаймыз. Ал бұл жолы бізге кім түседі екен, бірге тамашалайық. Жихан Байғазықызы Тұран университетінде доцент лауазымында журналистика және аударма ісі кафедрасында сабақ беріп, оқушылар мен студенттердің ғылыми байқауларында қазылар алқасының құрамында болған. Ғылыми жинақтар мен баспасөз беттерінде 80-ге жуық мақаласы жарияланған. Мен 1981 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миял селосында дүниеге келдім. Мен дүниеге келген кезде алдымда екі ағам бар, көршімнің қызы, бөпенің атын мен қоям деген. Кімнің атын қоясың десе, Атырауда досым бар, оның аты Гүлжихан деп қойған. Осыдан ақ көршілермен өте тату-тәтті тұрғанын, қазақтардың көршілерді сыйлайтынын, құрметтейтінін білуге болады. Көңілін жықпағанын. Әйтпесе ат қоям десе ниет білдірген адамдар көп болмады. 8-ші класс бітіргеннен кейін біз отбасы жағдайымызға байланысты Ақтөбе қаласына көшіп келдік. Сол кезде мектептегі оқушыларым, класстастарым бәрі орысша оқыған, орысша сөйлейтін, қазақша білмейтіндер еді. Соларға қарап намыстанатынмын. 11-ші класс оқып жүргенімде тарих пәнінен беретін жақсы апайым болды. Дариға апай деген, сол айтты, Гүлжихан қазақ тілі әдебиетіне барсақ қайтеді деп. Осы Ақтөбенің қазақтарын қазақыландырайыншы, қазақша үйретейінші деген арман мақсатпенен филологияны таңдадым. Бірақ дәм айдап Алматыға келіп қалдым. Менің зерттеулерімнің ішіндегі ең шоқтығы әзірге биіктігі, жүрегіме жылы тиетіні, ол Әлихан Бөкейханның 1925 жылы Мәскеуден шығарған орталық кіндік баспасына «Дүниенің құрылысы» деген төте жазумен жазылған оқулығы. Оны ол гравиден аударған, аударма еңбек, бірақ төте жазуменен Мәскеуде қуғында жүріп шығарған еңбегі. Осы еңбекті оқу үшін, ғылыми айналымға енгізу үшін мен төте жазуды өз бетіммен оқып үйрендім. Алфавитінің әліппесін жазып алдым да, бірінші сыныптың оқушысы сияқты буын-буынға бөліп оқып үйрендім. Сол зерттеу мен үшін маған шабыт сыйладым. Себебі осыдан 100 жыл бұрынғы қазақ балаларына глобус, интернет жоқ, жердің шар екенін, дөңгелек екенін білмейтін қазақ балаларына ең алғаш рет география бойынша, астрономия бойынша алғаш түсінік берген Әлихан Бөкейхан. Оның беруі де өте қызық. Мысалы, жер өзінен өзі айналады деген ғылыми ұғымды беру үшін жер ұршықтай айналады деп қазаққа түсінікпен беріледі. Аспан ғаламшарында әуе кеңістігінде жұлдыздар, ғаламшарлар жатыр деген ұғымды айту үшін әуеде аспанда шашылып жатқан асықтай деп, сондай тіркестермен халықтың өзінде ұғымында бар тіркестерменен оқушыларға жақындатады. Әттең Әлихан Бөкейхан халық жауы болып өліп кетті. Егер ол өлмегенде біздің қазір қазақ жастары аспанды, космосты бағындырып жататын еді. Илон Масктен кем түспейтін, одан асып кетпесе кем түспейтін тұлғалар болатын еді. Осындай дәстүрлі білім мен ғылыми білімнің арасын сабақтастыратын тұлғалардың халық жауы болып кеткендігінен білімдер жүйесі үзіліп қалды да, ол бізге кейін аудармамен, жалаң келді, ал ол бізге сіңбеді. Дәл Әлиханның методы мен әдісімен сіңген кезде біз қазір ғарышта 3 ғарышкер емес, 30 ғарышкер шығарып отырар медік, кім білсін. Қазақ әдебиеті бойынша Даяғашы соңғы оқығаным. Ал әлем әдебиеті бойынша Жапон әдебиетіне қызығушылығым артып жүр. Әсіресе Шарапат Жылқыбаева апайымыздың аудармалары орысшасында, қазақшасында оқимын. Себебі олар Харуки Муракамиді оқыдым. Жапондардағы бір шеберлік, орта ғасырдағы аңыз әңгімелері айтып отырады, бірақ бүгінгі күннің мәселесін көтереді. Дәстүр сабақтастығын, жалғастығын жақсы сақтап, және жаңашылдық енгізген. Олардың әңгімелері шағын болады,
қысқа уақытта тез оқып тастауға бейімделген. Ойлайсың, бұл оқиға қазір мынандай сценариймен аяқталады деп өзіңше бір сценарий қоясың, бірақ жазушының шеберлігі сол, ол басқа сценарийді сен күтпеген жағдайда аяқтайды, тосын келеді. Ол мен үшін бір шок болады. Сол оқиғаның тереңіне сүңги білетіні, қарай білетіні мені таңғалдырады. Сол үшін маған жапон әдебиеті мен соған кезде қызығушылығым артып жүр. Қазіргі заманның адамына уақытты бағалау, уақыттың қадірін білу өте өзекті. Біздің уақытымызды ұрлайтын жағдайлар көп. Сондықтан мен мына уақытымды қалай тиімді пайдалансам деп өзіме сұрақ қойдым. Содан тайм-менеджмент бойынша кітаптарға қарай бастадым. Мысалы, қазақстандық Шынар Әбділда, Данияр Жігітбектің лайфхактар, тайм-менеджмент кітаптарын оқып, өзіме керек біраз нәрселерді алдым. Бірақ үшіншіне Марғұлан Сейсенбайдың адам өмірін тайм-менеджментке байлап қоймау керек. Адам аз-аздан күнделікті ісін істеп отыру керек. Сол нағыз тайм-менеджмент ең өзегі, ядросы сол деп айтқан. Сондықтан мен уақытымды шегелеп, минуты, секундына дейін байлап қоймаймын. Кейде оны қысқартам, кейде оны кеңейтем. Тайм-менеджмент енді европалықтардың системасы, жүйесі. Ол бізге, менің өміріме ол толықтай келмейді. Бірақ хабардармын. Мысалы, үлкен пілдің етін аз-аздан же дегені, үлкен сиырды тілімдеп же дейді. Күнделікті аз-аздан істеу. Кешегі мен бүгінгіні салыстыру ғой. Біздер кешегінің студентіміз, сіздер бүгінгінің студентістер. Біздер кешегінің студенттерінде тамақ, киім тапшылығы болды, кітап тапшылығы болды. Біздер сабақ біткеннен кейін үйге қайтпайтынбыз, кітапханаға барып оқимыз. Себебі кітап тапшы, газеттерден, кітаптардан, орысша әдебиеттерді қазақшаға аударып алатынбыз. Ал қазіргі студенттерде мүмкіндік өте көп. Онлайн, офлайн, қағаз, онлайн түріндегі, телефондағы неше түрлі формада бар, қызығам. Бірақ қазіргі студенттерде байқайтыным, қазіргі студенттерде көйлек көп болса қайсысын киерімді білмеймін дегенде, материал көп, қайсысын оқырымды білмеймін. Сосын уақытты ұрлаушы факторлар өте көп. Телефон, мәнсіз, мағынасыз видеолар, немесе қызықтыратын жарнамасы асып тұрған жайттар, осының барлығы жастардың назарын, ойын, назарын басқа жаққа аударып кетеді. Біздерде ондай аударатын жағдай болмайды, тек біз сабақты бөлдік, және кемінде 3 сағат кітапханаға уақытымызды арнайтынбыз. Қазіргі студенттер сабақ біткеннен кейін үйіне қайтып кетеді. Мен айтам, неге үйге қайтасыздар? Кітапханада отыру керек. Тұран университетінің жанында Қазақстанда ең күшті, ең мықты ұлттық кітапханаға бар. Оған барсаңыз өте керемет байлықтың, қазынаның орталығы. Ал жастарға айтарым, көп қызылды жасылды дүниеге қызыға бермей, мақсат алып, Абай атамыз айтпақшы, әсемпаз болмаса әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан дегендей, кез келген нәрсеге қызыға бермей, бір нәрсені мақсат қылып алса, соның соңынан іздеу керек. Біздің Тұран университетінде талай-талай жақсы адамдар оқыған. Соның бір білетінім, айтуға оңай, қарекет, айтарым бар бағдарламалардың продюсері Әлия Құдайбергеннің осы Тұран университеті журналистика мамандығын алған білемін. Ал өзімнің студенттеріме келетін болсам, қазіргі уақытта сабақ берген Дастан, Талшын деген студенттерім бар. Студент кезінде олар өте талапты болған, қазір жақсы жерлерде жұмыс істеп жүр, өз саласы маманы бойынша. Одан кейін Балжан деген студенттің Фейсбуктен байқап қалдым. Астанадағы Нұрсұлтан қаласында Казмедиа орталығында жүргізуші. Кейін экономика мамандығында ағылшын тілі тобында қазіргі танымал блогер Карина мен Арман Юсупов те студентім болды орыс тобында. Осындай бітіріп кетіп, блогер, журналист, жүргізуші болып, өз орындарын тапқанына мен қуаныштымын.
Біз іскер жан ретінде таныған Гүлжихан шын өмірде қандай жан? Өмірлік ұстанымдары мен адамгершілік деңгейі қаншалықты жоғары дәрежеде? Ол кісі мына әлемді қандай көзқараспен қарайды? Өмір туралы ол кісі не айта алады бізге? Осы жайлы керемет әңгімелермен бөлісті. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Жалпы адам баласы болғандықтан ол өмір ақ пен қарадан тұрады, өмірде қиындықтары болады. Сондай бір сәттерде қазіргі ұстаз Гүлжихан, өмірдегі Гүлжихан қандай қиындықтардан қалай төтеп берді, қандай бір ұстанымдармен шықты, немесе қалай бір жақсы жол тауып кеттіңіз, сол жайлы айтсаңыз. Енді қазіргі ұстаз ғалым Гүлжиханмын, бірақ бала Гүлжиханның кезіндегі шешімі мен үшін ол өмірлік бағдарламамның негізін салды. Менің әкем 3 жасымда қайтыс болған жол апатынан. Содан мектепте оқып жүргенде бір тентек бала болып, маған тиісерге қара таппай, анан айтса дұрыс, бәрі дұрыс болды, маған қарап тұр, сенің әкең жоқ, сен жетімсің деп айтқан. Осы сөзден кейін мен отбасыма бардым, сонда үлкен ағам жәрдем беріп, рухани қолдау білдіріп, ол баламен сөйлесті, бірақ ол мәселенің бергі жағы еді. Сол кезде соның сөзі менің өте жан дүниемнің әлсіз тұсы, сол әлсіз тұстан мен мықтылықты, күш қайратты көріп жинап алдым. Демек, менің әкем жоқ болса, мен әкесі бар балдардан 2 есе артық жұмыс істеуім керек. Әкем жоқ болса, әкесі бар балдардан 2 есе артық білімді болуым керек деп өз-өзімді қайрадым. Мен әкесі бар балдардан кем болмауым керек, артық болмасам деп. Содан Ақтөбеден Алматыға келіп, Алматының өздеріңіз білесіздер, әртүрлі қиындықтар бар. Соған қиындық түссе, сол кластас балам сөзі есіме түседі. Әкең жоқ қой деп, қойшы әкесі жоқ Гүлжихан бұлай қиындыққа майып, қиындыққа берілмей, ол қайратты Гүлжихан болу керек деп өз-өзімді қайрап отырым. Осы сол өткен өміріме анализ жасасам, сол сәт менің сынып кететін сәтім болды. Қайтейін, басыма түскен осы болды деп жылап сықтап отыратын сәтім болды, немесе бойымды тіктеп жинап алып қайраттанатын тұсым болды. Сол бала Гүлжиханның екінші жолды, екінші тәсілді таңдағанына рахмет айтамын. Бұл өмірлік тәжірибеден жасайтын қорытындым, адамның әкесі, анасы жоқ болса, немесе тұл жетім болса, ол ешқандай қаймықпау керек. Демек, саған тағдыр 2 есе, 3 есе артық жұмыс жасауды нәсіп етіп тұр. Ал егерде сенің әкең де бар, анаң да бар, атаң да бар, әжең де бар болса, онда сен шарықтап шығуың керексің. Сен өмірден мән таппадым, мен кім боларымды білмей жүрмін, не істерімді білмей жүрмін, ерініп жүрмін, уақытым болмай жүр, шаршау жүрмін деуге айтуға хақың жоқ. Демек, сен шарықтап өз арманыңа қарай қалықтап ұшатын адамсың. Себебі сенің 4 бауырың жан жағынан түгел. Жақын адамдарың бар. Ал егерде жақын адамың жоқ болса, демек саған 2 есе, 3 есе артық жұмыс істеу керек деген сөз. Жалпы сұхбат барысында байқағаным, ғылыми адам ретінде, ғылым жолында жүрген адам ретінде қазіргі таңда қай жақта жұмыс жасап жатсыз, немесе қандай жобалар бұйырса жоспарыңызда бар, сол жайлы айтып кетсеңіз. Менің тағы бір істеп жатқан жерім Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты. Бұл институт Қазақстандағы бүкіл дүние жүзіндегі жалғыз институт, қазақ тілін зерттеумен айналысатын, ғылыми тұрғыдан зерттейтін. Басқа университеттер, институттар оқытумен айналысады, ал бұл институт зерттеумен. Талай-талай монографиялар, жақсы сөздіктер біздің институттан шықты. Сол институттың бір бөлшегі болып жүргеніме өзімді мақтаныш тұтамын. Ол жерде мен қазақ тілінің майталман үлкен ғалымдармен бірге жұмыс істедім. Рабиға Сыздықова, Бабаш Абылқасымов, Көбеш Ахметұлы, Ербол Жанпейісов, тағы да басқа ғалымдармен. Олардың кісілігі, қарапайымдылығы, ғалымдағы мен үшін адам ретінде де, ғалым ретінде де, қызметкер ретінде де үлгі. Олардың өте қарапайымдылығы, мен профессор, академикпін, кеудесін кермейді, қазаққа тәрбие, сен мен қолың бос па? Бос болса осыны істей аласың ба деп рұқсат сұрап істейді. Мә, істе, жаса деп үлкендігін жөнді жөнсіз ұсына бермейді. Өте бір сыпайы, зиялы адамдар еді.
Біздің институт сөздіктер жасаумен, ғылыми зерттеу жұмысын жасаумен, соңғы кезде қазақ корпус деген үлкен жобамен жұмыс жасап жатыр. Ол мына қазақ мәтіндерінің ұлттық корпусы жинақтайтын үлкен орталығы, үлкен қазаны десе де болады. Менің өзімнің жұмыс істейтін бөлімім тіл тарихы және түркология бөлімі. Онда диалектологиямен, түркітанумен, қазақтың тарихымен айналысамыз. Сонда біздер тарихи мәтіндерді жинастырып жатырмыз. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан деп абай атамыз айтқандай, бүгінгі біздің Гүлжайхан Байғазы қызынан алған сұхбатымыз, оның өмірлік ұстанымы, бала кезіндегі мектептегі тәжірибесі, университет қабырғасында жүрген тәжірибесі, осының барлығын сіздермен жай ғана бөліскіміз келді. Себебі неге? Ұлы ұстаздың артынан жүрген сіз бен біз ешқашан жолдан таймайтынымыз белгілі. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.